Сәлем достар, сіздерге алдыңғы видеода жалпы болашаққа түсу бойынша қалай өтті, қалай дайындалдым, өмірімде қандай кезеңдер болды, сол туралы айтқан болатынмын. Енді болашаққа түсу үшін не істелінді, қандай әрекеттер жасалынды, 4 жылда мен не жасау арқылы өзімді сол арманыма жетелей алдым, осы жөнінде айтып беретін боламын. Кеттік. Бірінші 2005 жылы сол Қазақ-Түрік колледжіне түскеннен кейін бірінші күннен бастап өзіме мақсат қойдым. Мен Америкада оқуым керек, шетелде оқуым керек. Мен шетелде оқысам, үлкен мүмкіндіктер болады келешекте. Қазақстанға келгеннен кейін сапалы азамат болам, еліме күшті қызмет етем деген арманым, мақсатым болды. Және өзімнен кейінгі ініме, қарындасыма бас көз болып жүре алатын сапалы бір адам болам деген арманым болды. Соған жету үшін еңбек еттім. Енді бізде ағылшын тілін қазақ-түрікте үйретудің жүйесі, методикасы біраз бөлектеу. Яғни жай мектептер сияқты келдің, кеттің, жаңағындай сөздер жаттадың, болды емес та. Ол жерде ағайлар, апайлар біраз өте тыңғылықты қарайды бұл нәрсеге. Сол себепті бірінші күннен бастап бізге ешкім қазақша аударып сөйлеген жоқ. Маған бұл өте таңсық дүние болды. Келет мұғалім азаннан кешке дейін ағылшынша сөйлейді саған сабақта. Бұл не деген сұмдық? Мен мұғалімдерге сосын бір кезінде болған, түрік тілі мұғалім әсіресе Юкселбей деген кісі. Сол кісі келе салды, түрікше сөйлеп жатыр. Бірінші кеп тұрмыз біз қыркүйекте, түк түсінбейміз, ағайдың айтып отқан. Сосын мен айттым, ағай дедім, сіз қызықсыз деймін де. Қолым көтеріп айттым. Сіз қызықсыз деймін, біз сізді 1 грамм түсініп тұрған жоқсыз, тоқтамай сөйлеп жатсыз. Хотя бы алфавит үйренейік та деймін, түрікшеден, содан кейін әңгіме айтайық. Десем, ол кісі күлді маған. Сен өзі смелый жігіт екенсің деп. Соны алды да тақтаға алфавитті жазды. Сөйтті де айтты. Енді осы алфавитті өзі қанша 26 ма, 27 ма әріптер, 29 әріпі бар. Осылардың барлығын алды, көшіріңдер деді. 29 рет көшіресіңдер деді. Сөйтіп жаңа қолдарын жаттықтырасыңдар, жаттайсыңдар деген мағынада ғой енді ол кісінің айтқан. Көшірдік жаңа дәптерге, үй жұмысын толтырып берді. Сөйтіп грамматикадан бұрын бірінші әліппесін үйрендік түрік тілінің. Ағылшын тілінде де сондай, мұғалім келді, тоқтаусыз сөйлеп жатыр. Басында ұқпадық, бірінші күн ұқпадық, екінші күн ұқпадық, үшінші күннен бастап кішкене түсіне бастадық та мимикасына қарап. Ол мұғалім қазақша сөйлей алмайды, орысша сөйлей алмайды. Ол өзі түрік мұғалім, бірақ ағылшынша жақсы сөйлейді. Тимур деген ағайымыз бар еді. Сол кісі күштілеп үйрете бастады бізге. 3 ай уақыт керек болды. 3 айда грамматиканың негізгі тақырыптарын барлығын жақсылап үйреніп алдым. Екінші сөздік қорымды біраз арттыра бастадым. Үшінші ағылшын үйретуде бұл кісілердің қолданатын методикасы бұл кітап оқытады. Яғни кітаптың да жай қарапайым кітаптар емес, деңгей бойынша бөлінген. Бірінші деңгей, екінші деңгей, үшінші деңгей ауыртпашылығына байланысты. Сондай кітаптарды оқитынбыз. Ол кітаптар қазір айтпақшы мұнда бар, мен қазір көрсетейін сіздерге. Кітапханамыз ғой біздің үйдегі. Мысалы мынандай кітаптар бар. Қараңызшы, level 3 деп тұр. 3-ші деңгейдегі кітаптар, осы ауыртпашылығына байланысты. Мынау 3 мушкетера деген кітап. Қазір бұны Астана баспасы шығарып жатыр Қазақстанда. Мысалы, мынандай кітаптар бар. Робинзон Крузо, бұл level 2, екінші деңгейдегі. Әр деңгей деген сөз, қиыншылығы сол деңгейге байланысты деген сөз, және сөздік қорың да сол деңгейде өседі. Яғни бірінші деңгейдегі адамның сөздік қоры шамамен 300 сөз, 250 сөз сондай болу керек деген сөз. Яғни сен кітапты оқып жатқан кезде білмейтін сөздерің болса, жаттап барлығы бірінші деңгейдің кітаптарын оқып шықсаң, демек сенің сөздік қорың шамамен 250-300 сөзге дейін жетеді деген сөз. Одан кейін екінші деңгейдің кітаптарына өтесің, ол кезде сенің сөздік қорың шамамен 500-600 сөзге дейін артады. Үшінші деңгейде 900 мыңға дейін барады, төртінші деңгейде солай ғой, енді деңгей бойынша кітап оқитынбыз. Біз жарысатынбыз бірімізбен, бірінші деңгейдің кітабы мысалы. Көрініп тұр ғой деймін. Осындай кітаптарды, ертектерді оқу арқылы біздің қызығушылығымызды арттырып, сөздік қорымызды арттыруға жағдай жасайтын ағайларымыз, ол кісілерге әлі күнге дейін алғыс айтамын. Одан бөлек бізді ағылшындыға тез дағдылаудың мақсаты бұл қоршаған ортамыздың бәрін ағылшыншамен толтыра бастады. Яғни кітап оқытады, өлең тыңдатады, кино көрсетеді, мұғалімдер тек қана ағылшынша сөйлейді. Сосын жаңағы біздің кітаптарымыздың бәрі ағылшынша оқитын оқулықтарымыздың барлығы. Бұл жерде үйренбеске амал жоқ та, енді шыны керек қой. Және одан бөлек бізге мотивациялық әңгімелер көп айтатын. Ағайлар келеді, шай ішеміз, отырып әңгімелесеміз. Сол жерде шетелде оқып келген жігіттер келеді қонаққа, мысалы, солармен сөйлесеміз. Олар өздерінің армандары керек екендігін, мақсат қою керек екендігін, сондай сапалы жұмыс жасау үшін жүйелі түрде жұмыс жасау, графигің, режимің болу керек екендігін, олар қалай құрылады,
осы дүниелерді бізге үйрететін, былайша айтқанда техникасында сапалы адам болудың техникасын үйрететін. Және біз сол кісілерге қарап, болмасаң да ұқсап бақ дейді, болуға тырысатынбыз сол кісілер сияқты. Бірінші курс, екінші курста біз сабақтарымыз экономика сабақтары болып, ағылшынша біз бірінші жылы дайындық сыныпта 420 сағат ағылшын өткен кезде соншалықты жақсы меңгергеніміз, келесі жылдар, мысалы, бірінші, екінші курс кезінде, үшінші курс кезінде сабақтарымыздың ағылшынша екендігін даже байқамайтынбыз. Өйткені өте деңгейіміз сондай жақсы деңгейге келді. Қазақша кітап оқып отқан сияқтысың, орысша кітап оқып отқан сияқтысың, жаңағыдай экономика кітаптарын оқыған кезде. Сондай жақсы білім бере алды да бізге бұл колледж. Соның 4-ші жылды бітіріп жатқан уақытта жаңағы TOEFL деген емтиханға дайындалып, соны тапсыруға бел байладық достарымызбен. Бұл жерде күшті нәрсе, жаңағыдай ондай үлкен емтихандарға бір, мысалы, көп менің оқырмандарым бар, IELTS-қа дайындалғым келеді, TOEFL-ға дайындалғым келеді, шетелге оқуға түскім келеді. Бұл кісілерге мен айтар едім, единомышленников соберите рядом с собой. Яғни өзіңізбен бірге сіз сияқты ойлайтын, сіз сияқты арман мақсаты бар адамдарды жаныңызға жинаңыз. Өйткені адам, біз қоғамдық бір тіршілік иесіміз. Бізде бір қоғам болмаса, қоршаған ортамыз болмаса, біз жалғыз өзіміз ұзаққа бара алмаймыз. Жалпы қоғам болып, бір топ болып жұмыс дегеннен көп нәтиже ала аласыз. Сол себепті жаныңызға өзіңіз сияқты ойлайтын адамдарды жинаңыз. Одан кейін жүйелі түрде сабақ оқуды, яғни күніге мысалы кемінде 1 сағат, 1,5 сағат мен тек қана ағылшыншаға бөлемін. Ол уақытта басқа ештеңемен айналыспаймын деген сияқты принциптарыңыз болу керек. Ондай принцип болмайынша сіз бір жетістікке жете алмайсыз, өйткені нәтиже болмайды. Түсінесіз ба? Сол себепті аз-аздан, бірақ күнде оқу арқылы, жүйелі түрде оқу арқылы сіз бір нәтижеге жете аласыз. Сол нәрсені қолға алу керек. TOEFL-да да осы нәрсе болды. Бізге өте қиын болды. Бірінші күндер мен бар қатты қиналадым. Ана кітапты оқып отырсың, түк түсінбегендіктен ұйқың келеді. Өз-өзіңмен күресесің. Мен мысалы 1 сағат кітап оқу барысында мен 5 рет бетін жуып келемін деп айтсам, таңғалмай қойсам маза болады. Өйткені шынымен сондай да, ұйқым келгендігі соншалық. Бірақ сонда да өз-өзімізді жеңіп, қинап, оқып, іздену арқылы жеттік. Соның арқасында жаңа емтихан тапсырған кезде мен еш қиыншылықсыз өттім бұл емтихандан. 543 балл ол өте жеткілікті сапалы нәтиже болды. Сол нәтижені болашақ стипендиясына жаңағыдай офисына апарып өткіздім, ЦМП дейді ғой. Сол жерге апарып өткіздім. Астанаға ол кісілер жеткілікті балл деді. Және сол TOEFL-дың нәтижесінің дайын болғандығы арқасында менің процесс, документті өткізу процестерім жылдамдады. 2 айда барлық нәрсені бітіріп тастадым да. Әйтпегенде 1 жыл жүретін едім. Сөйтіп болашаққа өтіп келгеннен кейін Америкаға келдім. Бұл жерде тіптен бөлек дүние, бөлек әңгіме, бұны мен келесі видеомда айтып беретін боламын. Жалпы Америкаға келгендегі менің бірінші жаңағыдай ойларым, бірінші ойыма келген, санама келген нәрселер, қаншалықты бір қызық болды, осы дүниелер туралы айтып беретін боламын. Келесі видеоны бақылап көріп отырыңыздар. Сау, сәлемет болыңыздар.